Ассалаумағалейкум, біздің Енешка сериалымыздың сүйікті көрермендері. Сериал сіздерге ұнап жатыр деген ойдамын. Бірақ біздің көрермендердің 70%-ы біздің каналға тіркелмей көреді екен, подписка жасамай. Сондықтан да біздің арнамызға тіркеліңіздер, подписка жасаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Айтпақшы, комментарийде өзімнің атынан ең үздік комментарийге ақшалай сыйақым бар. Соны бір аптадан кейін жеңімпазды өзінің инстаграмда айтатын боламын. Давайте, сондықтан да тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Баршаларыңызға рахмет. Айдана, шай бар ма? В общем, жігіттер, мен сендерге әңгіменің ашығын айтайын. Әжептәуір ақша керек. Ақша бар шығар? Бар ғой, уайымдамасаңыз. Бағанағы 6 теңгем бар емес па? Ой, 6000 теңгесінес, біләл. Әжептәуір ақша керек. 200-300 мыңдай болса, Білем ондай ақша. Сол айтам, ондай ақшам болса, мен деген Дубайға кетіп қалмайын ба? Ой, мектеп кезде осындайың біләл. Не әңгіме ол? 200-300 мыңыз Дубайға кетіп қаларым. Өзіміздің ауылдан асамайсың, 200-300 мыңын. Шығарсай, ақша родной, тапсаңдаршы бір бөле. Не, қайтып шығарамыз осы ақша? Алтын, телефон жоқ па? Ең болмаса. Алтын жоқ, бірақ Пақаның телефон бар ғой мінекей. Мына телефон емес қой, біләл, сен тентек болып қалғансың. Шиқол ғой мынау. Міне тұр ғой, даканса тыңдап не қылсай. Мынау ма? Бұл бір 50-60 мыңдай болса, бейлі 50-60 бар дейік ал. Асыл родной сенде телефон жотам шықпай ма? Бар ғой? Міне? Бәрекелді. Міне телефон деп осын айтты, iPhone дейді ғой. Мынау бір 200 мыңдай болса, тағы тыққан алтын телефон жігіттер шығарсаңдар ше, үйтіп тығып отырсыңдар. Асыл сенде бар сияқты ғой. Жетпей ма мынау? Сәл жетпей тұр Асылжан. Қатын тікі бар ғой? Апшықсай родной. Болды. Далаға шу керек етші шайды. Күн ыстықта ма? Көлеңкінің өзі 50 градус болып тұр ғой. Не болды? Даусым не болды? Қарықты да қалды ғой. Кондерді қосып қойып, 17-ге қосып қойып, ауру табатын болдық қой. Отыра бермеймін, шамал берірек өтпесін бе? Тура астына жатып алмай сенде. Нан жесей, нан күшті, нан бар ғой. Нан жемеймін. Асқазаным ауырады ғой, мен үй жегім бар. Енді бір жарлап кетеді ше. Асқазаным ауырады демекші, біздің ауылға бар емес па? Мынандай врач кепті. Тамыр ұстап айтатын. Бет тамырын ұстап тұрады да. Асқазаным ауырған деп айтады. Әр ауруын басың ауырады сен деп айтып береді екен. Кімге кепті? Меруттің не екен? Нәм есімегі ма? Білмеймін ғой. Жаңалық бар, бірінші естейтінен ғой. Онда ше, барып көріп келеміз ба? Мен жаман не ағып жүрмін ше, ауырып жүрмін соңғы кездер ше. Көп есінейтін болыппын ғой кәдімгі. Бір есінегенде ше, бір 10 рет бай есінемін ғой кәдімгі. Деп есіне беремін ше кәдімгі, түнгі 11-лерде. Тетек ба? Адам түнгі 11-лерде шаршағаннан кейін есінейді да, ол ауру емес қой. Біз де есінейміз ғой. Одан емес деп жатыр ғой, көбісі айтып жатыр ғой. 10 рет есінемесек те 6 рет есінейміз ғой. Одан кейін же оны қой бір жағы-тарымда жаман ауыратын болып ше. Жақтарым, екі беті. Қайтып ауырады сонда? Білмеймін кәдімгі, талып ауырады ғой. Сынған бет шықты ма бір бәле болды ма бұрын? Жоқ, сынбаған, талып кетеді андай, талып ауырады. Талып ше, екі беті. Сен ана өсек көп айтасың ғой сен. Ауылдың ана басынан мына басына дейін бәріне керек те керек емес ақыл айтасың, өсек айтасың, біреу жамандайсың. Содан кейін сен жағың талады негізі ол. Ауырмайды ол. Содан талады да сөйтіп қақсап кешке қарай сыздайды. Сол сыздайды ғой, ауырып кәдімгі. Сен өсек аз айтсай, или болмаса сен қарысқа қағасың. Қой. Көп жаман сөздер көп айтқасын сөзін саған. Жағың қарсың демеген ба ешкім? Ешкім айтпаған ғой маған. Сөйтіп қарғамаған ба ешкім? Үйт қарғамаған мен. Тіке бетіме келіп ешкім айтпаған. Сыртын айтса айтқан шығармын, бірақ тіке айтпаған. Содан кейін ше, тісім де жаман ауырып ше. Өткенде осы соңғы аптада бір пломба салдырттым, қисайғанды түзулеттім. Білмеймін, жаман ауырып ше. Давай барайықшы. Барайықшы онда. Кеттік, жүр барайық. Барсақ барып кетейік те. Меруертіне бара бересің ба? Барайық деген амал жоқ, барайық. Кеттік, жүр. Жаңа врачқа көрініп кетейік те барайық. Бетін бірдеңемен жауып кетесің. Жамаздашы. Балам, ауылға келгенің жақсы болды ғой. Иә. Осы давление деген еш түспейді мазамды алып. Давление ма? Давление. Бұл давление дейтін аурулардың ең патологы. Қолыңызды беріңіз, тамырыңызды ұстап көрейін, қан? Өз давлениеңіз патологқа кеп тұрген, апа. Енді былай, мұнда сіздердің жастарыңызда, апа, таң азанмен тұру керек.
Движение жасау керек апа. Мына денедегі қан айналым, циркуляция дұрыс болмаса, сіздердің давлениелеріңіз де дұрыс болмайды апа. Таң азанмен тұруларыңыз керек. Таңғы сағат 6-да тұрам, таңның атысы, күннің батысы, бар жұмысыз жасайын. Бие сауам, сиыр сауам, тамақ жасайын. Соның бәрі движение мегенде немене? Так, сіздің давлениеңіз неге көтерілгенін біз біліп жатырмыз. Қолда келін бар ма апа? Бар. Қанша ол? 2 келін бар. 2 келін бар. Қайсысы ұнайды? Үлкені ұнайды. Үлкені ұнайды. Үлкеннің тілі жоқ болып тұр ғой бейшараның, иә? Онда бүйтесіз апам. Кіші келіннің көзін құртасыз. Көзін құртқанда енді өлтіріп тастамайсыз. Еншісін беріп жібересіз апа. Жарай ма? Қазір бір минут апа. Мына TikTok стримде отырамын да, бір көріп жүрейін. Так, не дейді? Менің асқазаным ауырады дейді. Асқазаның ауырса айналайын қарағым. Аузыңа шамал отпуска бер, шамал демалсын, айналайын. Аузыңа не көрсе сала бергеннен кейін, конечно, асқазаның ауырады. Не ал дейді? Қай жылғысы? Қой ондай сұрақ қоймайын. Так, апа, мен сізге мына қосымша тағы бір дәрі жазып беремін. Мына парақты аласыз дағыны, тілдің астына саласыз апа. 1 апта бойы аузыңызды ашып ләм деп сөйлемейсіз. Үйде бірінің етін бірі жеп жатыр ма? Қырылып жатыр ма, жойылып жатыр ма, жұмысыңыз болмасын. Келіндер тамақ істеп жатыр ма, істеп жатқан жоқ па, араласпаңыз. Жарай ма? 1 аптадан кейін мына қағаз өзінен өзі жоқ болып кетеді. Мынаны тілдің астына салып аласыз. Содан давлением жоқ болып кетеді ме? Давление де жоқ болып кетеді. Мына парақта өз 1 аптадан кейін жоқ болып кетеді апа. Иә, жақсы, рахмет. Иә. Келесі. Иә. Қалайсыздар, қыздар? Қалайсыңдар? Қалайсың, Сүрпе? Көшеге шығып қалыпсың ғой. Жақсы өздеріңіз. Шығамыз ғой, адам болғаннан кейін шығамыз ғой. Кім соңы? Мен соңы. Ол сенен кейін мен онда. Қай жерлерің ауырып жатыр, қыздар? Балнұр, қай жерің ауырып сен? Мен тізе буыным ауырады. Қақсап қояды, ауырады. Ауырып кете ма? Ем білем ғой мен. Ол не екен? Бидесің оны емін. Қойдың майын аласың, жақсылап жағасын шылқылдап, сөйтесің де орайсың салапанмен. Сөйтесің аяғын көтеріп жатасың, азында аттай болып ойнасың ғой. Ойлашын ба? Конечно, иә. Баяғыдан сесек болады. Малика, сен ше қай жерің ауырады сен? Мен басым көп дыңдап ұрады, көніге. Енді сен басың ауырмағанда мен басым ауырмайды ғой енді. Күннің астында зыр жүгіресің ғой, ары бері. Қанша жұмысың болса да мен сен айтайын, күйеуіңе тапсыр да оны, әбетте 2 сағат ұйықтап алсай, зор болып қаласың ғой сол кезде. Сен ше жана сен де ожирение шығар Я айналайын, сен мен диагнозын білмейсің. Ай, білем ғой, білгеннен кейін келіп тұрмын ғой. Не ғой, көп әңгіме не қыласыңдар, біз Гүлжан екеуміз кіреміз де шығамыз. Очередь күтіп отырмыз бәріміз. Қайқы барасың сен? Ой, біздің диагноз жем-жем кіреміз де шығамыз. Өмір осындайсың, Сүлпан, сен. Очередті күтпейсің, тоқтап тұрса, біздің очередіміз күте тұрсай. Жаңадан да осындар ғой, кіріп шығайық енді біз. Мына TikTok жақсы болды. Так, не қыл дейді? Бөтен қатындарға баруға бола ма дейді. Мен саған Нұрлан имам емеспін ғой, сияққа қойса осы сұрақтарымды. Келесі, кірсеңдер тез, жылдам. Жылдам кірмейсіздер ме? Кеңіздер. Қайсыңыз тамыр ұстатасыз? Мен ғой, мен. Сіз ба? Әкең, көрейін. Немен келдің? Немен келдің? Жаңа келдік Гүлжан екеуміз үй жақтан. Немен келеміз? Мынау енді сіздің тамырын ұстап көрсем, сенде мынау аурудан гөрі талант басым сияқты ғой? Ой, айтпай қойшы таланттан таяқ жеп отырмыз итакта. Аурумды айтсаңшы, тамыр ұстап айтады деді ғой. Немен тәуіпсіз ба, несіз ба, дәрігерсіз ба? 2 в 1 да, сосын ғой. Не мазалап жүр, не қылып жүр дегендей. Не мазалағанда менің тісім мына меніңше. Зар қақсайды кәдім, солғылдап кетеді, жарты бетім істемей қалады. Бұлон салдық. Оны бұздық одан кейін. Сөйттік тағыны түбіртегіне ағылдық. Ол да болмады. Сөйтіп ең соң нервін алып тындық қойшым. Бір времяк соққандай болыпсыздар да, я? Мен сізге енді қазір мұны параққа жазып берейін. Осыны аласыздағыны ауырған тісіңіздің үстіне қоясыздарғаны қысап жібересіз өйтіп. Алмаңыз, оқымаңыз сосын, ашып оқымаңыз. Егер мәке оқып қойсаңыз, өмір бақи осы дүниеден тісіңіз ауырып өтіп кететін боласыз. Ой, Құдай сақтасын. Иә, болды. Ауырған жерге қоям, болды ғой? Иә, қысып жүресіз. Болды, сала берем аузыма. Болды. Келесі. Жақсы. Мен ғой келесім, менің тамырымды ұстап бересіз ба? Ойбай, сізде тамыр жоқ сияқты, бәрі май ғой. Мен уақытым жоқ. Мен басқа ауылға кетуім керек 1 сағаттың ішінде. Келесін жіберіңіз. Қалай сөйлейсіз? Көрсетпейін да, зубочистка құсап майды қойды ғой жерде.
Короче, артыған мен не қылсыңдар. Жаңа ақшам бәрін телефонға сап қойдым. Мына жерде анау ағитке 4 коэффициент беріп тұр, короче. Сол ағит постоянно ұтып жүреді. Соған тіксем шығарамын әйтеуір. Менше, что там ағитке ұрамыз ба, желание бар ма? Жүйрік қоя сонда, я? Иә. Иә, аққа құдай жақ деген ғой. О, мына бола сәлемдай діншіл бола кезіне, молодец я. Аққа ұрамыз ба? Қырық, қанша теңге не? Короче, 50-60 мың ұрсам ба деп тұрмын, короче. 4 коэффициент беріп тұр. Қанша ақша шығады сол кезде? Бір 250 мыңдай ма, бонус бар бір Ой! Ұрамыз ба онда? Ұр, сұрама бірден. Мен сені үш тіқіп қойған шығарды отырмын. Шығараласын манадан сосын? Ойбай, асыл, родной. Шығарғанда, кәдімгі, 100 теңгелеп, тиындап санап шығарып беремін ғой саған. Болды, білсең болды онда. Болды ғой. Мамансың ғой сен. Ақыл үйретпеңдерші. Болды. Ордым ал, кеттік әкең. Давай. Мынау жүгіріп баратқан бәрін қоя. Молодец ей. Жаман қатшы кіреді деген, е? Давай. Тазы ғой, я, бұл сонда, я? Кәдімгі тазы ғой, тазы, жеті ғой, құмай тазыдағы осы ғой. Ұрып баратыр ғой, я? Бұда дихалқылар өшпейді, жа, бұл ит. Мынау әкеңнің қалайын деді ғой. Мынау жаман қатшы кіреді деген біздің режик құсап, е? Жоғы, қарса я, жүгірген. Молодец я, мынау сары ит ұрып баратыр ғой, сары ит. Ақ керек қой бізге сарысын дәші. Аққа не қысан дәші. Ағы қайықта бұның? Ағы о, артында келетір. Әне, о. Әне, қойып қалған сияқты ше. Немнеге алдың? Айтып отырсың қойса қайтып шайнап жұтып қой деді осаған. Ой, қой жұтып жібергеніз, парақ қол. Алдында дызылдап ауырадың ғой ше. Қойып қалды. Қарсы, ой, не болып қалды. Ей, не сен деватсың енді? Ашып оқиық та ішіндегісін. Ей, оқымасай қазір оқитын болсаң вообще өмір бақина тісің ауырады деді ғой саған жаңа. Қой, ауырмайды. Ішінден ашып неғыл деді. Арабша жазылған ғой, түсінбейсің да оны бәрібір. Ей, ана Сәкеннің балдары бар ғой. Солар медресені бітірген ғой. Солар аудартып аламын соларға. Оқиық та бірге оқиық та. Артымыздан аңдып келатқан жоқ шығар енді. Ішін оқыма дегенде бір оқып көрейік. Оқи салайын. Тіс, көтің, қыз. Тіс, көтің, қыз дегеніз. Издевайсыз что ли? Анау мен лоқ қып жүрген ба? Тіс, көтің, қыз дегеніз. Еще қозын шайнап жұтып қой деп қояды ғой маған. Қойып қалды ғой заты. Бірақ қойып қалды ше бірақ. Самовнушение ғой. Адам ми ана істесем қойып қалады деген бір точно сондай ғой. Бірақ ше, анау что-то подразделение бар ғой. Сен байқадың ба? Әңгімелері ше. Сен мен ойлап тұрсың ба? Қарның ашып тұр ма? Ой, сор, тамақтан басқа не ойлайсың сен? Біреуге ұқсайды ғой анау. Кімге ұқсайды? Дауыстары, ана қылықтары ше. Ой, мүмкін емес ол. Ей, сол. Сен мен ойлаған адам ойлап тұрсың ба сен? Сол ғой, мен ойлап тұрмын. Қалай? Тура соны ойлап тұрмын. 500 мың. Режиссер. Сол режиссер ғана. Точно. Ойла, басқарап ол өзінің қылмыс істеген жеріне қайтып келіп сонда жүре бере ма сонда? Басқа образбен қайтып келіп, халықты алдап, неғама шу анау кетіп қалды қазір ана милицияға статып, айуан сорлыны беріп жіберу керек ананы. Менен кейін екі адамнан кейін кетем деп тұрған жаңа әлде. Басқа ауылға кетіп. Сұртын табамыз ка басқа ауыл, қай ауыл көп бізде? Сорлы 500 мыңға тағырға отырғызып, мен бүкіл ауылдың алдында абыройсызған мен айуанды өлтіріп милицияға статып ананы. Өлтіру керек ананы ше, тез. Милицияға статып жіберейік. Зор болды, болды, жақсы жүгірі деген иттер молодец. Сары молодец. Сен тентек болып қалғасың ба? Қызығы не сен? Қадалып қалдың ғой сен. Қой! Жоқ, алпысың деген кетті ғой. Алпысың кетіп қалды ма? Кетіп қалды. Оны анау бір бөлек қайтарып алуға болмай ма қайтты? Кімнен қайтарасың? Ана иттің өзі жүгіре алмады, кешірім сұраймыз деп болмай ма ондай? Не істейміз енді? Сен проблемаң қызық емес қоларға. Футбол көреміз ба? Сол сәл дұрыстау негізі. Адамды көрейікші, адамды. Давай футболды. Қазір тоқтаңдар. Бүгін кімнің ойыны бар екен? Жандарбек. Ай, не болып қалды? Таптыңдар ма? Ой, қой таптыңдар ма? Осы сендер қой, ешкі, тауық іздегеннен басқа не істейсіңдер? Таптық деп жатырмын. Алаяқ таптық. Аялақ? Ей, аялақ емес, алаяқ таптық деп жатырмын өткендегі. Алаяқ өткендегі. Қай қылмысты айтып жатсыңдар өз? Ей, менің 500 мың теңгемді алып тағырға отырғызып кеткен режиссер таптық. Иә, есіме түсті. Неме оған дәлелдерің бар ма сендердің?
Дәлел. Ай сен осы ше Жандарбек осы қандайсыңдар сендер а? Осы ауылда бар ғой, біреуді ұрып кетті, соғып кетті, өлтіріп кетті, тонап кетті деп жатқан ірі нәрселерді іздемейсіңдер де үстеп алма жеп, тауық ба, қойма, немене сондай нәрселерді іздейсіңдер а? Балдар а? Жандарбек, ондайсыңдар сендер? Дәлелдер бар ма? Кеп тұр саған алдыңа барасың, ұста қолың қайрасында ұстайсың, балды тауып тұрып деймін саған. Жазамыз, әдемілеп тұрып жазамыз, соттаймыз. Кетексің ба? Бір ақ сағатта кетеді анау қазір. Кете ма? Бол, жүр. Ай, тұрған машинаңнан барайық. Машинам, жүр, кет. Машинам барайық. Отыршы, іштес. Кеш шығуға мен. Алмаң тастасай. Мен өзім қаным ашып кетті. Салды ғой. Бүйтіп салып жіберді ғой бүйтіп кейін жаман тебеді ғой. Кейін бар ма біздің жиен ғой бұл. Бүгін клиенттер жақсы болды, Осы ғой міне. Қазір алаяқтың өзі. Мен осы жерде тұрамын. Қазір алаяқтың өзі айуан атаңы. Қазір алаяқтың өзі отырмын айуан. 500 теңгемді алып тағарға отырғызып мені. Айуан атаңы. Зүлбан, сіз сабыр сақтаңыз. Оны мекемеге апарайық. Анау жазған заявлениелері бар. Соны қарайық. Қолының экспертизаға апарамыз. Қолының іздері бар. Тергейміз болды ғой соны. Қой Жандарбек, айналайын. Осы уақытта істесең істемейсің ба? Қандай экспертиза? 500 теңгемді аламын. Содан кейін барып тергейсің ба? Кабинетіңе апарасың ба? Үйіңе барып құшақтап жатасың ба? Өзің білайын. Аш телефоның қане? Міне телефоны. iPhone 14 сабап тұр iPhone. Кір Каспий Голдқа. Кір Каспий Голдқа. Ақшасы көп қой мынаның. Аудар, жаз нөмірімді. Нөмірімді жаз. Ақшамды алайын 500 теңгемді. Зүлфан бо деп шығады жаз. Ақшасы көп қой мынаның. Жаз 500 мың аудар. Еңбек ақым ғой. Ешқандай да еңбек ақың емес. Ақшамды аудартып алайын. Міне аударды. Мекемеге көрінбе менің. Мекемеге барып басқа барып. Гүлжан жүр қайт. Шырт. Не керек деп жұмсаймыз? Миллион теңге бар. Білал, қандай миллион? Қандай миллион деген? Ұтты ғой қарсай 4-те 3 қылды ғой. Ой, ұтқан мен жол тиын қадап кеткен жоқ па? Қадалдың ғой. Ол не бәлек бір бәлес қадап кете береді. Не ол жол тиын деген? Жол тиын деген өзі сондай болады ғой ішінде сары бір нәрсе. Болды жоқ мені қадалдыңдар. Ақша қамады ма? Қамады. Басқа ақша жоқ па? Телефон. Бұл жоқ қой ақша, қайықтың ақшасы? Барымызды бердік қой. Онда асыл родной жақсы. Аман бұдыр бір ақша онда хабарласыңдар. Біләл, жақсы. Хабарласып тұрсайық, досым. Аман бұдыр. Негіз жақсы ойындар бар. Если ойнайтын болсаңдар ше. Ойбой, айқайлап сөйлейміз деп тамамымыздың бәрі ауырып қарылып қалды ғой құрсын. Басым сырғап біратыр ішейінші ойла. Мама, бүгін сіздер барған докторға мені де апарыңызшы. Жаман белім ауырып жүр. Жоқ, доктор. Докторды фоктор қып жүрдік қой біз. Неге? Алаяқ болып шықты ғой. Қуаныш. Өткенде кино режиссер бар емес па? Сол ятсыз доктор болып кетті ауылға. Қуаныш. Сөйтіп Зүлпан екеуміз ит дерсін басына қаптап ұстатып жібердік қой. Ана баяғыда криминальный бір бәле көретін кезде сол кезде айтатын еді ғой. Қылмыскер өзінің қылмыс жасаған жеріне қайталап келе деген ғой. Бұл айуан ұялмай беті жоқ болып келгенін айтам да. Зүлпан екеуміз ит дерсін басына қапты айқайлап өзім тамағым ауырып жүрген. Вообще қарлық қалды. Мынандай болып қалды. Ойбай. Таң қалам осы сендерге жап-жас болып қандай бел ауырады, а? Не деген бел ол? Жап-жас болып алып. Дұрыс бірақ негіз, дұрыс. Сендер ауырмағанда кім ауырады? Біреуің әбетке дейін ұйықтайсыңдар, сілейіп, былай тұрмай қатып. Біреуің әбеттен кейін ұйықтабасың. Одан қаса соткаға кіріп кетеді да былай бейді отырады ғой былай. Сосын белдерің ауырып, омыртқаларың қисаймағанда менгі қисая ма? Бұрын бізде ауруға шамада уақытта болмайтын еді ғой. Ана өзім арыстың қыз болғаннан кейін шешеміз екеуміз таңғы 6-да тұрып, кір жууға, кілем жууға, арбамызға кілемдерді салып алатын едік дағы. Аяқ жақта ыстық су болатын, соған барамыздан қолмен жуамыз бәрін. Ана судың өзін сендер кранттан ішіп жатсыңдар, соның өзіне мен жағдай жасалмаған, үйге су кірмегенде деп жылайсыңдар ғой. Біз суды ине ағашты бүйтіп мойнымызға
асылып алып, о, екі көше арадан су таситынбыз. Ішетін су, жуатын емес. Сондай неде жүретінбіз. Сол кезде бір әбетте ұйықтау деген понятие болмаған ғой бізде. Қазір сендер айналайын сәл күнге шықсыңдар, тәлдіректеп қаласыңдар, бастарың айналып. Ана Асылбектің мұрнынан қан кетеді. Бәрі алаяқ болып кеткен ғой қазір, алаяқ. Бір-бірінен оқып алады, анадан да оқып алады, мынадан да оқып алады, сәл бүйтіп оқып алады дағын, пәленшемін, түгеншемін деп. Неме анау қандай терапия дей? Метхун терапиясы ма еді? Ананда бәрі яғни ағаш инеге тұратын ше, метхун терапия ма? Ой, мама, метхун емес қой. Сатко дейді ғой, мама. Сатко дейді. Сатко ма, метхун мен ғой. Аузын қаттыңдар мен метхун деп жүрмін ғой. Соған тұрады дағыны, ойде деп. Ей, ойде дейтін адамдардың болса бар да бетіне айтсай. Ол ана неден жылап атқан жоқ ол ана. Душасы ауырады екен сөйтсе. Ей, душаң ауырама? О шегеге тұрмай, Аллах тағаламен адам деген сырласу керек. Жаны ауырса, Аллах тағала қолыңды жайып, Аллах тағала проблемаңды айтсаң, шешіп береді. Оны барып. Нәндай бір нені алып алады дағыны қолдарына. Иттің итақайынан оқып алады дағыны. Ол анадан оқиды, ол анадан бәрі сол жаңа метхунды оқып алады дағыны. Шегені барып. Аяқтарын аста қойып, жыла. Сөйтеді Инстаграмда әдемі болып, мен иттім биттім деп, өз-өздеріне интервью беріп қуып отырады ғой. Ой, мама, өрмекші? Жүре берсін, өзіміздің өрмекші ғой. Үйдегі өрмекші ғой. Өрмекші деген ақша деген. Үйге бір табыс келейін деп жатыр да, молынан ақша келді. Мама, қандай ақша? Өрмекші ақша емес қой. Баяғыда ата-бабаларымыз өрмекші деген қонақ келе жатыр деген сөз ғой. Қонақ па өрмекші? Ойбай, онда таңал. Өлтіреді ана не өрмекшіні. Құрсын. Ойбай, қонағын өлтіріп тастайық, құрсын. Бекер ердің бар осыған, бекер ердің же. Өмір сенен жүрсем, косяктан косяк, проблемадан проблема. Асылбек, оны неғып екі рет айтып отырсың? Бір-ақ рет айтсаң да түсінеміз ғой. Өмір саған ерсем осы косяк болады, проблема болады деп. Оны екі рет қайтылай бермей. Сөзін төркін түсінсейсің. Төркінді қатының айтарсың. Түсінесің ба? Біз телефонымызды тік жібердік ойынға. Мен өзім телефоным, өзім бұлай тұрсыншы қатындікін тік жібердім ғой. Мен де өзімдікін тік жібердім ғой. Ертең ана уайымдамаса Каспий жұма келе жатыр ғой. Бәрі бүйтіп күтіп отыр ғой соны. Уайымдама, аламыз, кредит шығады, аламыз. Тегін бере ма сол саған? Екі есе ақшасы төлейсің. Айтпашы сол екі есе дегенді. Содан қадалып келатқан жоқпыз ба өзіміз? Екі есе көбейтеміз деп. Ағайындардан қарызды қалай құтыламыз? Сабит братандікін қайтып береміз. Өлтіреді ғой ертең. Картошкың анау, ойының мынау ешқайсынан ақша түскен жоқ. Бекер ердің бар осыға, бекер ердің. Көшей, айқайлай бердің. Не болды айқайлап? Шулатып, үйді. Не бақырай батсың? Ана бұзауды сатып жатырмын мен, білесің ба? Телефонды берші, звондау керек жаңа. Ол сатпай қойық та? Қалай сатпай қойық? Өзім баптап қарайым да ертең бұған бұқарбай қылам ғой өзім. Я саған қарайсың, мен қарап жатырмын ғой бұл бұқаға. Қарайым папа. Қарап жатқан адам сияқты. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Жаман кеш амандасқан жоқсың ба сен? Папа, сатпай қойық деймін. Миды ашытпай, қандай сатпаған? Әкеш телефонды тез звондайын, бұл уақыт жоқ. Сату керек, ана маманың қарызын жаппайын ба? Телефон дейсің ба? Телефон жоқ. Қалай жоқ? Өткіз жіберген мынау телефонды ойынға. Тік жіберді? Біләл? Не деп отыр? Тік жібердің ба? Тік жібердің дейсің бе? Әкеңе не істесең алдыңа сол келеді деген рас екен ғой. Жыламаш папа. Папа жыламаш бір телефон үшін уайымдамаса ертең Каспий жұма келе жатыр, новыйын аламыз папа. Бәрі күтіп отыр ғой соны бүйтіп. Алам. Мен де кезінде әкемнің ең сүйікті жылқысын осылай құмар ойынға тік жібермем ғой. Енді алдыма кеп тұр ғой менің. Құдай көрсетіп тұр да маған. Алдыма кеп тұр ғой. Алдыма кеп тұр. Құдай алдыма көрсетіп тұр да. Әкем жарықтық. Ей, білесің ба, әкем не істеген сол кезде маған? Жылқысын қортып жібергенім үшін
кешке таман үйге барғанда саусағымды біртіндеп тырс сындырып еді ғой. Тырқ еткізіп. Уайымдамашы, телефон алып беремін. Ей, ана Сержан братанды білесің ғой сен? Сержан ағаңды. Түрмеде жатыр ғой әлі. Қанша жыл болды жатқанына білесің ба? 10 жыл болды ғой жатқаны түрмеде. Дәл осылай құмар ойнайын деп кеткен жоқ қой. Сен білесің ғой оны. Әйел ана жаққа кетті. Баласы жомарт, ана жақта жетім, араласпайды. Сол керек па саған? Жоқ, ол керек. Сол керек па саған? Жоқ, баба, ол керек, жыламаш баба. Сен жалғыз ғана баламыз ғой, сен жоламаш ондай. Ол жыламаш баба. Кешкен. Баба, жыламаш. Соткысы құрсын, мақыл. Керек емес ол сотқы, кетсін. Қайталамай енді. Болды, баба. Ешқашан. Болды. Кім? Кіре берші, ашық тұр. Ой, қазір! Ой. Папа? Gündüzde, tünde de seni özledim. Kimsin sen, kaydasın, sonu bilmem.